Мәди Бапиұлының Құран кітабы сияқты мынадай көне кітаптар реставрацияның арқасында біздің заманымызға жетіп отыр. Бұл жұмыс қалай атқарылады? Бірге тамашалайық. Кітапты реставрация жұмысын жүргізбес бұрын мұқият тазарту процесінен, яғни дезинфекцияны өткізіп алу қажет. Мына кітаптың ішінде шаңнан бөлек, бактериялардан бөлек әртүрлі жәндіктер, бит, кене, қоңыз және олардың дернәсілдері болуы мүмкін. Жұмыс істеп жатқан реставратордың денсаулығына қауіп-қатер төндірмеу үшін және оның таралуын болдырмау үшін қазір қолжазбаларды мұқият орап, алдын ала дайындалған қапшыққа орналастырамыз. Бұл вакуумдық қапшық деп аталады. Яғни вакуум дегеніміз ол ауасыз орта. Біз айтып отырған жаңағы жәндіктер болсын, олардың дернәсілдері болсын, тірі жан болғандықтан оларға да ауа өте қажет. Сол үшін осы бір ай көлемінде оның ішіндегі барлық жәндіктер, кене болсын, бит болсын, барлығы жойылып бітеді. Қапшықтағы ауаны қазір газбен толтырып ығыстырамыз. Генератор ауаны сорып алып, ауаны сығып, сол ауадан азотты алып, мына ресивердің ішіне толтырады. Сәйкесінше бұл ресиверден қапшықтың ішін азотпен толтырамыз. Үтікпен қапшықтың аузын бекітеміз. Енді ресиверге қос түтікшені жалғаймыз. Оның бірі қапшықтағы ауаны ығыстыратын азотты жеткізеді. Ал екінші жақ түтікшесіне біз оксиметрді қосамыз. Оксиметр дегеніміз ауа мөлшерін есептейтін құрал. Қазір біз газды жібергеннен кейін біртіндеп ішіндегі ауаны екінші түтік арқылы, былайша айтқанда, итеріп шығарады. Сол жерде оксиметр арқылы шығып жатқан ауаның деңгейін бақылап отырамыз. Енді процесті бастаймыз. Мына қазір ішіне газ кетті. Жаңа ғана екіні көрсетіп тұрған, ол 1/5-ке түсті. Минималды деңгейге жеткізгенше ұстаймыз. Кішкентай қапшық болғандықтан ауамен толтыру процесі тезірек жүріп жатыр. Ал 20-шы ғасырдың басында, 19-шы ғасырдың аяғында басылып шыққан газеттер, үлкен кітаптарды салу кезінде газбен толтыру ол бірнеше минутқа емес сағаттарға созылуы мүмкін. Енді ішіне газы толғанына көзіміз жеткеннен кейін, барлық түтікшелерді бекітіп, жалғағыш сымдарды ажыратамыз. Бір айдан кейін мұны ішін алып, кітапты тағы да бір визуалдық бағалау жүргіземіз. Қоңыздардың саңырауқұлақтардың колониясы болуы мүмкін. Соны бір қарап алғаннан кейін, оның келесі сатыдағы үрдіс, ол шаңнан тазарту үрдісі болады. Оның арнайы құралда, арнайы аппаратта жасалынады. Бұл аппарат парақтап шаңнан тазарту аппараты деп аталады. Қазір мен 1901 жылы шыққан Ақмола обзорлары деген кітаптың әрбір бетін шаңнан тазартамын. Көне кітап беттерінен де жуамыз, кептіреміз және қалпына келтіреміз. Оның қалай жүзеге асырылатынын сюжетіміздің екінші бөлімінен көре аласыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыз. Ескі парақтарда, құжаттарда, кітап беттерінде парақтардың қоңырқай тартып кетуі, қарайып кетуі және сынғыш болып кетуі қышқылдық құрамының өзгеріп кетуінде. Ал соны тұрақтандыру үшін арнайы хауызда ерітінмен толтырылып, кітап парақтары жуылады. Бұл жуу процесі тек қана баспа кітаптарға арналған, ал қолжазба кітаптарды мұндай хауыз ваннаға салып жууға болмайды, себебі оның бүкіл ақпарат, информация ағып кетеді. Кептіргіштің астында төселіп жатқан фильтрлік қағаздар жуылған парақтардың, құжаттардың құрамында шығатын бөлінулерді өзіне сіңіріп алған. Бұл парақтың ерекшелігі де сонда. Жуылып жатқан кітап 19-шы ғасырдың соңында басылып шыққан Ғазават Сұлтан дейтін кітап, яғни татар тілінде жазылған. Ал енді қазір жуылып, әбден қышқылығы реттеліп, тұрақтандылып, кептірілген кітап парақтарын реставрация жұмысын бастаймыз. Нақтырақ айтатын болсақ, яғни өсіру, наращивание процесі деп аталады. Деформацияға ұшыраған, жоғалған жерлерін толықтыру процесі, яғни утрата дейді орысша, утратаны восполнение жасау. Толықтыру жасау кезінде біздің жұмысқа пайдаланып отырған жапон қағазы пышақпен, қайшымен кесуге болмайды. Себебі бұл ұзын талшықты арнайы осы реставрация жұмыстарынан алған қағаз болғандықтан тек қана қолмен жыртып қана жасаймыз. Бірінші кезекте біз үстіне жапон қағазын қойып, кітап бұрышының контур бойынша сызып аламыз.
мына карандашпен сызып алғаннан кейін ақырын ғана қолмен ажыратып аламыз осы бөлікті. Қолмен жасалынып отырған жұмыс болғандықтан көп уақыт кетеді және көп отыруды, көп шыдамдықты қажет етеді. Жапон қағазы өте қымбат материал болғандықтан бұның әрбір бөлшегін құр босқа ысырап қылмауға тырысамыз. Кітап бетінің жыртылып түсіп қалған жеріне ақырын ғана ұн желімін жағып шығамыз. Соның үстіне ақырын ғана жапон қағазын жабыстырамыз. Соны арнайы тегістегіш құралмен сол желімнің біркелкі жағып шығамыз және де артық қалған желімдерді алып тастауымыз керек. Міне осылай барлық жоқ жердегі барлық периметр бойынша жамалып шығады. Кейбір жағдайлар болады, мысалы ортасынан жыртылып кеткен, яғни кітаптың бетіндегі ақпарат бірнеше бөлікке бөлініп кеткен өз тәжірибемде болған. Абай Құнанбайұлының 1909 жылы Әлихан Бөкейханұлының жеке бастамасымен жарыққа шыққан бірінші шығарма жинағы біздің орталықта реставрациядан өтіп шыққан болатын. Жарты беттің жинаудың өзі бір күнге созылды. Мағынасын бұзбай, жаңа әріптері ешқандай әрпі шет қалмайтындай жинау үшін төте жазуды білетін, шағатай тілін білетін мамандармен кеңесе отырып жинап жасалынған болатын. Айтқан нон-стоп формат дейді ғой, тоқтамай жұмыс істеу арқылы жасалынды, 1,5 айға созылды. Оның алдында жатқан дезинсекциядағы 1 айды қоспағанда. Қиыншылығы қаншалықты көп болғанмен, осы кітап, дайын кітапты көрген кездегі біздің қуанышымыз, сол кітапқа бір екінші өмір сыйлағанда қуанышымыз ол орны ерекше. Қазір реставрациядан өткен парақты, кітап парақтарын түзету үшін және де бойында ылғалдың бәрін сіңіртіп алу үшін табиғи киіздің арасына салып қоямыз. Осы киіздің арасында 1-2 күн жатқаннан кейін кітап парағы түзуленіп, сонымен қатар құрғақ болып шығады.